Assalamu alaikum, қадырман Қырғызстандық мекендештер, жалпы YouTube көршілер, Ылдам Қабар каналының каттаушылары. Ош чапалақ унавазары 23 август 20 жыл. Кезектегі чыгарылыш сіздер күткөн Matiz жана Tico үлгүлүү уналарынан болмокчу. Барыңыздар, назар салып туруңуздар. Бир катардан сіздерге уналардын баалары менен тааныштырып, толук маалымат бергени аракет жасайбыз. Алдыңыздарда турган көк түстөгү Matiz'den баштайлы. Matiz 2. Басы канча болот экен мунун? 150 миң. 150 миң сом. Корея, Өзбекстан. Өзбекстан экен. Көрүп турасыздар. Салондоруна келсек. Onun комплектация механика экен. 160 миң пробег менен. Жылы канча болду экен бунун? 2008 а? 2008 объем экен. Телефон номерлериңиз? 0772 менен 42 33 33 номерлерине байланышасыздар. Matiz унасы Ош шаарында. Дагы бир жолу сиздерге алдын көрсөтүп кетейин. Бул боюнда кичине гана жаракка бар экен. Аны эске аласыздар. Сіздер толық көріп тұрыңыздар, арасында арзан уналарды дагы тартып кетебиз. Matiz'дердин арзанын, Tico'лордун дагы арзан. Күмүш түстүү дагы бир Matiz 2 унасы. 2008 жылы чыгарылган 08 0554 19 91 24. Уна канча болот ага? 150 дейт. Кеми бар. 99 миң пробег менен, механика. Өзбекстанбы? Өзбекстан, а? Өзбекстан кен. Ылдам Қабар экен. Өзбекстан. Matiz 1. Канча болот экен Matiz? Matiz канча болот? 110 миң. Бул Matiz 1 унасы азыр сиздерге алдындагы тартабыз. Сиянар ачык колдор алган. Көрүп турасыздар. Магнитофондор бар жок бар. 320 миң пробег менен экен. Кызыл түстөгү Matiz 1 унасы. 99 жылы чыгарылган. 08. Matiz канча болот ага? 135 миң. 2012 жылы чыгарылган жашыл түстөгү Matiz 2 унасы 08 0558 88 00 80. Чакса буну дагы сүйлөшүп багылып көрөсүздөр. Matiz канча болот ага? 150. Россиядан келди, а? Россиядан келипtir. 2007 жылы чыгарылган. Телефон номерлери 70 менен 69 49 29. Полная комплектация. 200 миң пробег менен экен. Жақса чалып байланышып көріңіздер. Matiz 2. Matiz канча болот? 170. 2006 жылы чыгарылган 0502 менен 77 00 82. Номерине чаласыздар. 170 миң сом дейт. Мында дагы Matiz турат. Matiz канча болот ага? Досум канча болот? 160. 2013 жылы чыгарылган экен. 79 менен 08 37 19 160 160 миң сом.
Салондорына келсек. Пробег қанша қалды осының? 181 мың дейді. Полный комплектация екен. Коробка механика. Ерте келгеніңізге байланысты көпшілік мыналардың иелері келді екен. Мәтсіз қанша болады екен? 150. 2008 жылы шығарылған 7 мен 60, 74, 73 номеріне байланысыздар. 08 объем екен. Полный комплектация, а? Ну, центральный замок. Кристиналарға да, чықуларға да алып тұр. Коробка механика екен. 113 мың пробегімен. Sizden mi Mats? Mats sizden mi? Естігім екен мұн? Қанша екен мұн басы? 120 дейбіз. 120 мың дейбі? 95-ке беріп өптір, 120 мың дептір, 95 мыңға беріп өптір. Маттиз 1 ұнасы автостөгі. Корея, 99 жылы, шағылған 08. 73 менен 52, 49, 76 номеріне байланышасыздар. Мұнда қараңыздар, ұналардың иелері жоқ қатарына. Российский номерде, транзит номерде ұна тұрды, бәлкім арзан шығышы мүмкін. Мәтіс қанша да зәкі? 135. Жылы қанша олды? 2007. 0551 11 11 72 номерлеріне байланышасыздар. Российский транзит номер деген. Мәтіз 2 ұнасы. Өзбекстан. Простой комплектация. Сүйлешіп көресіздер. Мәтіз қанша олады аға? Мәтіз 160. Мәтіз 2. 2005 жылы шығарылған 79 менен 40 03 86. Кожаный салон. Таққан крылосында кішкене чиріктері бар. Болған жері жақсы қалған жері. Полный комплектация. Пробег қанша болды екен бұның? Механика 240 екен. Салондорды да көрдіңіздер. Күрең түсті кожаный салондор. Бәлкім жақса бағылып көресіздер. Мәтісі қанша болды аға? 160. Мәтісі 2. 2007 жылы шығарылған 990 мен 58 82 58. Өзбекстан. Полный комплектация кім? Электропакет, гидравлика. Түшінікті. 118 мың. Пробегімен кен. Қачан шығады? Бүгін шығады. Телефонны тамыз, яна. Сіздерге бір қатардан тиконаларын тартып кете өрелік. Иелері жоқ. Тико қанша болады, аға? Тико қанша болады? Тико 192. 92 жыл шығарылған. Ланжерон стойкалар қандай, аға? Ішінде өйсі,
Ланзерон стойкалар қандай ака? Заводской ба? Коробка автомат екен. 140 мың дейді пробег. Телефон номерлерін айтып кетпейсіз бе? Керек жоқ па? Түсінікті. 110 мың деді шол. Тиконасын. Телефон номерін айтпады, сатқысы келіп өтіп жүрді. Сіздерге мына қатарынан тиконаларын азыр тартып кетеміз. Өзіден баштайыз. Bir қатардан сіздерге тиконаларын тартып баштай берейлі. Қызыл түсті тико қанша олды аға? Басы қанша олды тикон? 80 мың одасы. Қанша бағылышты? Бағылы жайым келдік. Қанша сатайын деген ойыңыз бар аға, айтыңызшы. 508 менен 84, 88, 86 номеріне байланышасыздар. 97 жыл, 97 жыл шығарылған. Ланзерон стойкалар қандай аға? Ланзерон жақсы. Жақсы, бары. Механика. Стойка кішіне кеткен. Түшінікті. 80 мың дейді. 75-ке сатсам болады дейді. Бәлкем жақса бағылып көресіздер. Бұған қанша деді екен, а? 97 кен болын жылы. 0556 06 91 06. Бұғасы қанша қа тикон? Бұғасын қанша деді, айтпады? Шыққан жоқ бұ. Сұқты өткен ұйқысымыз байлы ойын. Бәлкім жақса шалып көресіздер. Тико кімден мынау? Сіздерден бе? Тико қанша болды аға? Тико 70 мың. 70 мың. Жылы қанша болды бұның? 96. Кен ау, өтіп кетейлі. 96 кен бұның. 0556 38 30 36 номеріне байланышасыздар. Мотор тарауындағы ашық қойған. Бір сірі жақшылап білгендер болса көрсеңіздер болады. Ланзерон стойкалар қандай? Bir таман жасалған. Bir қапталы жасалып тұр. Сіздерге салон орнында бір сізден тарттайлы. Ашық олар адалып тұр. 184 мың дейді. Механика. Тико қанша болады ба? 65 мың. 65 мың. 95 жылы шығарылған 08 0555 96 11 96. Қанша бағылышты? 42 қылышты. Бермедіңіз. Түсінікті. 42 қылып тұр. Ланзерон стойкалар қандай ба? Болған жіндейді, болған. Болған. Стойкалар жақсы, ланжерон іші болған. Ланжерон іші болған. Стойкалар жақсы дейді. Бұлдам қауар. Тағы бір қызыл түстегі Тико 96 жылы шығарылған. Тико қанша болды аға? 200 мың? 100 мың. 96 жылы шығарылған. 78 менен 06 52 42. Ланжеронда қандай аға стойка? Бүтін. Стойкасы? $100 мың дейді. 80, 75-ке бағылып көрсеңіздер болады.